Әке, біз қайда келе жатырмыз? Балам, біздің отбасымызда керемет бір дәстүр бар. Бала 5-6 жасқа толған кезде әкесі оған атқа мінуді үйретеді. Ат әбзелдерімен таныстырады. Мені де әкем дәл солай таныстырған. Қазақ халқында атқа мінуді ер жетудің белгісі ретінде санаған. Әке, баланың алғаш атқа мінуін тойлайтын дәстүр бар. Ол тоқым қағаз. Дұрыс балам, дұрыс айтасың. Мынау зат қалай аталады? Балам, бұл ер. Ер ат әбзелдерінің негізгі құралы. Бұл ағаштан немесе былғарыдан жасалады. Ал мынау тұрман, бұл аттың арқасы мен ер тоқымның ортасындағы жұмсақ төсеніш. Бұл аттың арқасын жарадан сақтайды. Ал әке, мынау қамшы. Қамшыны ат айдауға қолданатын құрал. Иә, балам, дұрыс айтасың. Әке, ана затқа қандай зат? Балам, бұл тағы. Тағы аттың аяғын жарақаттанудан, тозудан, жарылудан сақтайтын темір құрал. Былайша айтқанда, балам, бұл аттың аяқ киімі. Қазақта тағаны керегеге қағу деген дәстүр бар. Бұл туралы бірақ екеуміз атаңнан сұрайық, жарай ма? Жүр балам. Қызым, қазір үстел басына атаң келіп жайғассын, сосын асты бірге бастаймыз. Дастархан басының өзіндік әдептіліктері бар балам. Соның бірі үлкендерсіз ас бастамау. Яғни әр шаңырақтың атасы немесе әкесінсіз ас бастау, бұл көргенділікке жатпайды деп есептеген. Сен одан да бар да, атаңды асқа шақыр. Жарайды, анашым. Бара ғой. Ата, домбыра тартуды үйретіңізші. Мінекей, бәрекелді. Ассалаумалейкум, ата. Алейкум салам, алейкум салам. Ата, қараңыз, мен не тауып алған? Бұл таған ғой. Ырымы бар. Соны мен сіздерге қазір көрсетемін. Қазақтарда ежелден келе жатқан ырым. Оны осы босағаға, кереге іледі, амандықтан, жалақтан сақтау үшін. Мына айшық жағымен былай ілсе, мына үстіне құт береке әкеледі, бақыт әкеледі, ұрыс әкеледі деп білген.